Иә достар, бір тиктокта боқтап сөйлейтін біреулер бар ғой, бір боқтық араластырып сөйлейді. Олар қалай екен деймін ғой, ата анасы жоқ па, жоқ ата анасы соны көрмей ма, балалары бауырлары көрмей ма деймін да. Тіпті қыздардың алдында да боқтап сөйлейтіндер бар. Енді білмеймін достар, біз сондай тәрбиелі заманда өстік па, білмеймін. Мен де ауылда тудым, ауылда өстік. Сонда менен 3-4 жас үлкен ағаларымыз өз құрдастарының алдында мен тұрғанда боқтап сөйлей алмайтын. Біз ерекше бір тәрбиелі отбасыда өскен жоқпыз. Ауылда бір-екі сиырымыз бар еді, егін егетін сондай. Сонда шөптен қайтып келе жатқанда ағаларымның құрдастары кезіп алып, содар бір-біріне боқтап сөйлесіп жатады. Сонда менің ағам артыма қарап қойып, мен тұрғасаң боқтай алмай, сондай ыңғайсыз күйге түсетін. Көрдіңіздер ма? Бұның барлығы неден деп ойлайсыздар? Оның барлығы отбасындағы тәрбиеден деп ойлаймын достар. Әрине ата-анамыз айтып отырды, боқтама, елді боқтама деп, боқтап сөйлеме деп айтып отыратын. Бірақ бір ерекше бір менің ағаларымда бір оқымысты емес, тіпті 8 ғана оқыған олар. Міне, өзім де сондаймын мисал. Бір оқымысты тәрбие көрген емес, тек қана біздікі сол отбасы тәрбиесі. Сондықтан достар, әрқашанда отбасы тәрбиесін бірінші орынға қою керек деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар?